Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Әліппе 1 сынып 2 сабақ. Тақырыбы сөйлеу, сөйлем. Жаңа тақырыппен танысайық. Тақырыбымызбен таныспас бұрын каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа. Балалар, сонымен қатар бүгін біз сәлемдесу тақырыбын қозғайтын боламыз. Жалпы балалар, сіздермен алғаш кездескен адамдармен сіздер сәлемдесесіздер ме? Сәлемдесу тәрбиелік, әдептілік екенін ұмытпа. Қазақта сәлем сөздің анасы деген керемет нақыл сөзіміз бар. Сәлем сөздің анасы деп неге айтқан? Үлкен адамдарға сәлем беру кішінің міндеті. Сәлем беру инабаттылық, имандылық, көрегенділік, мәдениеттіліктің белгісі болып табылады балалар. Сондықтан да біздер өзімізден үлкен атамызды, әжені, немесе үлкен аға, апа, сонымен қатар ұстаздарды, мұғалімдерді, апайларымызды көрген кезде сәлеметсіз бе деп амандасуымыз қажет. Сәлем сөздің анасы, ұғын қазақ баласы. Бір ауыз сөз сәлеммен нұрлы сауап аласың. Осы өлең жолдарды жаттап алыңыздар балалар. Біз алғашқы кездескен адамдармен сәлемдесу арқылы өзіміздің тәрбиелі, тәртіпті, ізденімпаз бала екенімізді білдіреміз. Сонымен балалар, суреттен кімдерді көріп тұрсыңдар? Әрине, суретте мұғалім мен оқушылар. Суреттен сонымен қатар мұғалім мен сәлемдесіп жатқан оқушыларды көре аламыз. Оқушылар қайда келді балалар? Әрине, оқушылар мектепке білім алуға келді. Оқушылар өздерінің гүл шоқтарын апайларына беріп, сәлемдесіп, оның хал жағдайын сұрасып жатыр. Солай ма балалар? Балалар, үлкендермен сәлемдесуде қандай сөздерді пайдаланасың? Әрине, сәлеметсіз бе, сәлем бердім, ассалаумалейкум деген сөздерді пайдаланамыз. Сонымен балалар, бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз сәлемдесу болды. Балалар, әр кезде, үлкендерді көрген кезде амандасып, сәлемдесіп жүруді ұмытпа, және оны өзіңнің досыңа да айт. Балалар, бұл арқылы біз өзіміздің тәртіпті де тәрбиелі бала екенімізді білдіреміз. Сабақ сіздерге түсінікті деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сау бол.